Таң жарық болсын, оянған көрермен хабар арнасының тікелей эфирінде оян таңғы бағдарламасы. Биыл қазақтың бір туар өнер иесі Дәнеш Рақышевтың туғанына 100 жыл. Бүгін Оянның Алматыдағы студиясында атаңызға айналған тұлғаның ізін жалғаушы Нұржан Жанпейісов келіп отыр. Ендеше? Әріптесіміз Мақсат Сүбелі сұхбат құрмақшы. Ендеше сөз тізгінін Алматы студиясына береміз. Мақсат, қайырлы таң. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Күніміз жағымды жаңалықтарға толы болсын. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, дәстүрлі әнші Нұржан Жанпейісов ағамыз. Нұржан аға, өзіңіз көргеніме өте қуаныштымын. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Ал қайырлы таң баршаңызға. Күндеріңіз жақсылыққа толы болсын, істеріңізге сәттілік тілеймін. Әрине, таңмен таласа тұрған әрбір адамның көңіл күйі керемет жоғары болады деп есептеймін. Бәрекелді. Нұржан аға, биыл Дәнеш Рақышевтың 100 жылдық мерейтойы. Айтулы мереке. Өнерсүйер қауым өзіңізді Дәнеш Рақышевтың ең танымал төл шәкірті ретінде біледі. Есіңізде ме? Қалай таныстыңыз ең алғаш рет ұстазыңызбен? Әрине, ол естен кетпейді ғой, Мақсат. Өйткені қазақтың ән өнеріне үлкен үлес қосқан Қазақстанның халық әртісі, әнші, композитор Дәнеш Рақышевқа шәкірт болу, ол жалпы қолына домбыра ұстап ән салған әрбір өнерпаздың арманы болады. Мен сол арманға жеткенім, сол кісіге шәкірт атанып, сол кісінің алдында отырып дәріс алғаныма мен өзімді бақыттымын деп санаймын. Бұл менің маңдайыма жазған бағы. Сондықтан енді ондай кісіге жолығу әрине естен кетпейді. Мен мектеп қабырғасын бітіргеннен кейін, мен дүниеге келген кезде, Құдай ал. Сол 90 жылы арман қуып, қазіргі Жетісу облысы Талдықорған қаласында Ілияс Жансүгіров атындағы сол кезде Талдықорған педагогикалық институт болатын. Соның ішінде музыка және педагогика деген факультеті бар. Соған арнайы жолдамамен барып, сол жерде сол Дәкең сол жерде 1-2 жыл ғана болыпты, Дәнеш ағамыз арнайы класс ашып шәкірттер тәрбиелеп жатыр екен. Мен соның үстіне дөп түскем. Сонымен Дәкең алдын ала мені тыңдап, сол оқу орнына түсуіме үлкен ықпал жасап, түскеннен кейін арнайы шәкірт қабылдап, алдында мен 1,5 жыл ғана дәріс алдым. Өкінішке орай ол кісі 92 жылы қайтыс болып кетті. Сіз Дәнеш ағаның ең соңғы шәкірті екенсіз, онда өмірінің соңғы жылдарында 1,5 жыл енді дәріс алып, бірақ осында үлкен құрметке ие болыпсыз. Себебі бүкіл шығармашылығын сізге аманаттап кеткен екен. Неліктен сіз соншалық жақын тартты деп ойлайсыз? Сізге дейінде талай шәкірттер болды ғой. Нұржан Жанпейісовтің артықшылығы не деп болды екен дейінде? Жоқ, енді артықшылық дегеннің қалай болады екен? Бірақ Дәнеш ағамыз айтатын. Нұржан, айналайын сенің дейді. Менің әндерімді дейді. Айтқан әншілердің түзеуге қақың бар дейді. Түзеуге дейді. Бұрыс айтса дұрыстауға қақың бар дейді. Неге? Өйткені мен арнайы класс ашып, дәріс беріп, алдында отырып сабақ берген шәкіртімсің дейді. Ал енді бұғанға дейінгі менің айтқан шәкірттерім, менің соңымнан менің қасым берген шәкірттерім бәрі, олар әнді жүре үйренді. Гастрольде басқада жүрген кезде өз бетімен үйреніп келіп, тексертіп алғандар болмаса, бұлай арнайы мектеп ашып, класс ашып шәкірт дайындаған шәкірт емес олар дейді. Енді бірақ олар әрине шәкірті ғой. Дегенмен де шәкірт дегенде Дәнеш ағада ана өзінің әншілік мектеп қой бұл кісі, орындаушылық мектеп. Осы мектеп тұстанған шәкірттері санаулы бұл кісіде. Баяғы Жүсекең, Ғарекеңдер сияқты көптеп шәкірттер тәрбиелей алмады ол кісі. Өйткені мұнда ғана өмірінің соңына өтердің алдында 1-2 жыл ғана бұрын ғана сол университет қазіргі сол жерден ғана класс ашып шәкірт тәрбиелеген болмаса, бұрын бүйтіп ондай мүмкіндік болған жоқ. Сондықтан бұл кісіде санаулы шәкірт. Енді ел ішінде мынандай сөз бар. Сағынсаң, егер Дәнешті, Нұржаннан барып әнесті деп айтады. Осы орайда Дәнеш ағамның алдында отырып, төл шәкірті болған Нұржан Жанпейісовтен Дәнеш ағамыздың бір әнін сұрамаймыз ба? Мен енді сол Дәкеңнің алдында отырып үйренген әндердің бірі Фариза Оңғарсынованың өлеңіне жазылған Сағындым деген әні бар еді. Сол әнді арнайы тартып өтен қабыл алдым. Тамаша. Жырымды алғаш таңдаған ауылымды сағындым,
жайтып бұлғаған бауырымды сағындым. Ақша бұлты жарасқан аспанымды сағындым. Асық ойнап таласқан достарымды сағындым. Деу шіркін-ай. Еркелеткен жасымнан ағаларды сағындым. Мейірі толы асыл жан-жананан бау сағындым. Еркелеткен жасымнан ағаларды сағындым. Мейірі толы асыл жан-жананан бау сағындым. Деу шіркін-ай, не деген ән. Сөзі қандай, әні қандай үйлесім тапқан шіркін-ай. Бәріміз отырып, тыңдап отырған көрерменде балалық шағымыз, ауылымыз еске алғандай бір әдемі күй кешіп отырмыз. Біздің ауыл текшене етегінде ерте шықсам ауылыңа жетемін баусады бидай сағын sevdim ауылымда. Қазір өзіңіз де ұстазсыз, білеміз. Қандай қағиданы алға тартасыз? Ұстазыңыздың қай қасиеттерін бойыңызға сіңіріп үлгердім деп ойлайсыз? Жақсыға еліктегеннен жақсыға ұқсағаннан артық ешнәрсе жоқ. Мүмкіндігінше ұқсау керек. Әрбір ол кісінің барлық қасиеттерінің бәрі бізге үлгі. Сондықтан мен Дәкеңнің маған осы өнерді қалай үйретті, осы әнді қалай үйретті, мен қазір ұстазбын. Мен шәкірттеріме соның барлығын үйретуге тырысамын. Сол Дәкеңнің былайша айтқанда әдіс тәсілін. Ол кісі алдына келген шәкірттерінің ешқайсысын ала алмайды. Барлығына бірдей қарайды. Ерекшелігі, бірінші ерекшелігі сол ала алмайды шәкірттер. Бәріне бірдей қарайды. Бірдей қарайды. Одан кейін әрбір шәкіртке оның әр өнерпаздың қабілет қарымы болады ғой. Әрбір әншінің де сондай өзінің табиғаты болады. Мүмкіндік табиғаты болады. Соның бәрін ескереді біріншіден. Алдымен ән айтқызады. Ән айтқаннан белгілі ғой баланың мысалы шәкірттің қандай деңгейде екен. Соған деңгейіне қарай жұмыс жасап, соған деңгейіне қарай үйрету, репертуар таңдау деген сияқты. Индивидуалды түрде әр шәкіртке жеке-жеке тәсіл құрды. Дәнеш Рақышевтың төл шәкірті ретінде, әрі аманатына қиянат жасамаған азамат ретінде өзіңіз ерекше құрмет тұтып отырмын. Арнайы ұстазыңызға арнап кітап жаздырыпсыз. Қазір мына жерде түгел барлық әні бар ма? Бұл менің үлкен мақсатымның бірі болатын. Дәнеш ағамыздың маған үйреткен әндері бар. Ол кісінің орындап жеткізген әндері бар, төл әндері бар. Бас аяғын жинастырып, мынау біздің осы Алматыдағы мемлекеттік архивтің музыка қорына кіріп, 2010 жылы арнайы сол жерден іздестіргенде Дәнеш ағаның жазған 4,5 сағаттық аудиозапис бар екен. Одан кейін бейне таспасы бар екен 1,5 сағаттық. Эфирлерге берілмеген. Солардың барлығын түгел нотаға түсіріп, мына жайға ұзын саны 115 ән. 115 ән нотаға түсіріліп, осындай үлкен жинақ болып шықты. Онымен қатар бұл жерде тағы бір ұтымды жағдайы, сол әндердің барлығының QR кодпен жаңа аудиозапистерін, үнтаспалардың бәрін осы жерге біраз кіргіздік. Бұл енді біздің жоғары оқу орындары бар, жаңа арнайы музыкалық оқу орындарға бір таптырмас оқу құралы. Себебі бұл жерде бала алдындағы шәкіртке нотасы дайын, әннің мәтіні дайын, артында QR-мен кіретін болсаңыз үнтаспасы дайын. Сондай мүмкіндік жасап отырмыз. Енді бұл енді өзің айтпақшы ұстаздың алдындағы үлкен міндетімнің, парызымның бірі. Өйткені сол ұстаздың
маған үйреткен бүкіл мұрасын жинақтау, кейінге дәріптеу, кейінге насихаттау, бұл менің мақсатым болатын, сол орындалды деп есептеймін. Енді алдағы әлде жоспарлар көп бұйырса, Дәкеңнің әндері шыны керек көп насихатталмаған, көп орындала бермейді. Сондықтан бұл әндерді дәріптеу, насихаттау, шәкірттерге үйрету енді кезек күтпес міндеттердің бірі ғой. Нұржан аға, мен енді мына тарихқа үңілу әрдайым бір тылсым бір деңгейге алып келеді, бір сезімге. Мысалға мен өзім театрда құлагерді ойнаймын. Ашып отырып тура осы бет ашылған қарасаңызшы, құлагерге өлең жазған Кәкімбек Салықов дейді. Беу шіркін қайран құлагерім-ай, терең көл боп кеппей жатқан терің-ай, бүкіл қазақ аңыз етіп сақтаған топырақтағы ай таңбалы мөрің-ай дейді. Енді мен мынаның міндетті түрде әнін естігім келеді. Осы кітап арқылы әр әннің QR кодына сілтемеге өтіп, QR кодын таңдап сілтемеге өтіп, кез келген ән тыңдай аласыздар. Мынау өшпес мұра деп ойлаймын. Нұржан аға, білесіз ғой, баяғыдан өзіңізбен әңгіме айтқанды қатты жақсы көремін, таңды таңғаластыруға болады. Бірақ өкінішке қарай эфирге берілетін уақыт шектеулі. Сол себепті алтындай уақытыңыз қиып келген өзіңізге үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет, өздеріңізге де табыс тілеймін. Құрметті көрермен, тарихымыздан ерекше орын алған, біздің ұлтымыздың паспорты болған, ұлттық төл өнерімізді, дәстүрлі әнімізді дәріптеген, құр дәріптеп қана қоймай, өзінің қолтаңбасымен өз әндерін қалдырып кеткен Дәнеш Рақышевтың 100 жылдығы бүкіл күллі қазақ еліне құтты да берекелі болсын деп тілейміз. Осындай тарихи тұлғаларымыздың тағылымды тірліктерін ұлықтап жүрейік, күндеріңіз берекеге толы болсын. Астаналық әріптестер, кезек өздеріңізде.